Мына қазақтарға бір нәрсені айтам. Мынау шетелден келген қазақтар оралман емес, сендерге айтайын. Бірінші қазақ олар. Олар шекарадан ары қашқан емес. Шекара одан бері өтіп кетті. Және бірі, Наполеон Францияның француз емес. Ол Италияда туған француз. Мен сіздерге айтайын. Ол оралман француз, егер айту керек болса. Гитлер, ол Германияның немісі емес, ол Австрияның немісі. Тарихта ондай адам өте көп болды. Тарихта ондай адам. Мысалы, Египетті ел қылып, бүкіл Египетте өте маңызды рөл атқарған Бейбарыс сұлтан, ол қазақ болды, қазақ жерінен кетті. Ал Бейбарыс, егер оралман десең, қазақ жеріне қайтып келген бірінші оралман. Бірақ ол Египетте туған жоқ, қазақ жерінде туды. Тура сол сияқты. Сондықтан мынау қашып кетті, машып кетті дегендерге бір Құдайдың қарғысы тиіп қойған. Екіншісі, мен айтам, оларға Құдайдың қарғысы дейсін. Оларды мүсіркеңдер.